Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 4-ші сынып жаратылыстану пәні. Бүгінгі сабақта сендер табиғаттағы су айналымымен танысатын боласыңдар. Бүгінгі сабақта сендер табиғаттағы су айналымы үдерісін сипаттауды, табиғаттағы су айналымы қатысатын нысандарды атауды және су айналымын сызба түрде ұсынуды меңгеретін боласыңдар. Ол үшін біз бірінші видеоны мұқият көріп аламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғаттағы су айналымы. Сенің білетінің табиғаттағы су айналымы, сенің меңгеретінің су айналымы үдерісін сипаттау, су айналымына қатысатын нысандарды атау, су айналымын сызба түрінде ұсыну. 3 түрлі күйдегі суды табиғатта қайда кездестіруге болады? Қатты күйде су қар, мұз, қырау, бұршақ ретінде кездеседі. Мұз тауда, тау басындағы мұздықта болады. Сұйық күйінде жаңбыр, шық түрінде көре аламыз. Сондай-ақ бұлақ, көл, өзен, теңіз, мұхит сулары әдетте сұйық болады. Жердің атмосфера қабатындағы су буы судың газ тәрізді күйіне жатады. Судың ғажап қасиеті оның бір күйден келесі күйге ауыса алуы. Табиғатта су бір күйден екінші күйге ауысуы үздіксіз жүреді. Мысалы, өзен көл суы буланады. Атмосферадағы су буы салқындап, су тамшысына айналады. Ол кейін жаңбыр болып жауады. Төмен температурада су қатып, мұзға айналады. Ал мұз еріп, суға айналады. Міне, судың осы қасиеті жер бетіндегі тіршілік үшін зор маңызы бар үдерістің жүруіне әсер етеді. Табиғатта су жердің беткі қабатынан гидросферадан атмосфераға көтеріліп, одан кері қайтып үздіксіз қозғалады. Бұл булану, конденсация, жауын-шашынның түсуі мен су ағыны үдерістері арқылы жүреді. Бұл үдеріс табиғаттағы су айналымы деп аталады. Су айналымының жүруіне судың қасиеттері де әсер етеді. Су ағады. Суды өсімдіктер тамырымен сіңіреді. Ол жер қыртысынан өтіп, жер асты суын құрайды. Судың пішіні болмайды. Сондықтан ол жер бетінде түрлі пішінде кездеседі. Табиғаттағы су айналымына күн әсер етеді. Ол жердің бетін қыздырады. Оның қызуынан су қоймаларындағы су ғана емес, шалшық суы да, топырақтағы ылғал да буланады. Су айналымының жүруіне ауырлық күші де әсер етеді екен. Ауырлық күші жердің ортасына қарай бағытталатынын білесің. Су буы атмосферада салқындап, біріге бастайды. Бұлт пайда болады. Су тамшылары біртіндеп үлкейіп, ауырлайды. Одан кейін ауырлық күшінің әсерінен жерге құлайды. Жаңбыр осылай жауады. Табиғаттағы су айналымына өсімдіктер де қатысады екен. Өсімдік топырақтағы суды сіңіреді, ал артық су жапырағы арқылы буланады. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Табиғатта су үздіксіз қозғалыста болады. Бұл табиғаттағы су айналымы деп аталады. Табиғаттағы су айналымының жүруіне күн мен ауырлық күші де әсер етеді. Су айналымына гидросфера қабаты, атмосферадағы су буы қатысады. Видеоны көріп болсақ, яғни түсініп алсақ, енді видеоны мұқият көріп шықсақ, енді тапсырмаларды орындаймыз. Сабақты қалай меңгергендеріңді білуі үшін. Табиғаттағы су айналымы дегенне дұрыс жауабын көрсетіңдер. Бұл жерде сендер дәптерге осы сұрақты жазып, астына жауаптарын жазыңдар. Келесі тапсырма сәйкестендірулерін қажет. Бұл жерде табиғаттағы су қайда және қандай күйде кездеседі? Байланыстырыңдар. Ауадағы су буы қандай күйде кездеседі? Өзен қандай күйде, қар қандай күйде кездесетін сәйкестендіріп жазып отырыңдар. Бұл тапсырмаларды егер сендерде білім класс бар болса, оқушылар тіркелген болсаңдар, бұл тапсырмалардың барлығын видео түрінде дәл осы телефонмен, ноутбукпен орындасаңдар болады. Ал егер сендерде білім класс болмаған жағдайда тапсырмалардың барлығын дәптерге жазып орындап отырыңдар.
Келесі тапсырмада да дәл солай сұрақтарға жауап берулерің қажет. Су айналымында өсімдіктер қатыса ала ма? Дұрыс жауабын көрсетеміз. Барлығы негізі видеода көрсетілген. Жалпы су өсімдік өсуі үшін су қажет па? Кәне ойланып, дұрыстап жауап береміз. Келесі тапсырмада дәл солай судың газ тәрізді күйден сұйық күйге ауысуы табиғатта су айналымының қай бөлігінде жүреді? Дұрыс жауабын жазып көрсетеміз. Келесі тапсырмада сәйкестендірулерің қажет. Табиғаттағы су айналымы туралы тұжырымдармен таныс. Оларға төменде берілген мысалдардың сәйкес келетін табуларың қажет. Сендер бұл тапсырмаларды жазбаша жазып көрсетсеңдер болады. Немесе осы тапсырмалардың барлығын орындасаңдар, мұғалімдерің қай оқушы қандай тапсырманы орындағанын, қай жерде қандай қате кеткен барлығын көріп отырады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.